сол бұрын әжелеріміз кимешек киген, ұзын етек, ұзын жең. Біздің әжелеріміз, мен өзім Ресейде өстім ғой, өздері сол жақта енді Алтайда. Орыстардың арасында өссе де өздерін қазақ екенін ұмытқан жоқ. Ұзын етек, ұзын жең, бастарында орамал ақ. Сол қорған болып тұрады ғой, анау киім. Қолдарында білезік, күміс білезікпен тамақ жасаған. Қазіргі әйелдер шаштарын қиып, бұттарына шалбар киіп, қазір не әйел емес, не еркек емес. Әбден азып, ер адамдарға дік-дік етіп сөйлеп, ондай бұрын масқара болған жоқ қой ондай. Енді Алла Тағала әйтеуір айтып жатыр. Сәлінде болса адамды осы мұсылмандық жағына қарап, әйел адамдар құрмет қылып, өсіріп, өндірсе, ерлер де жақсы болып кетеді ғой. Соған енді төкі соны қарамай қойды да қазір, ілгері қарай тұғын. Міне қыздарымызды бой жеткізіп алып, кейін шығарып саламыз. Міне енді сен сол анаң сол, енді сен күйеуіңменен сол бала шағасын анаң құсап бақын деп шығарып саламыз. Енді барғасан бір жылға дейін кемегін деп шығарып саламыз. Кеме деген кейін жылайды ол. Бір жылға дейін кеме дейді. Значит, сен сол ватанды бағып өсірсең, сен жәннатқа барасың да. Сол үшін біз қыздарымыз, аналарымыз бізді адам қылатын. Әйел үйдің шегесі, әйел үйде отыру керек. Кеше ана термеде неде айтады бәрін. Сонда ана тоқтары шығып айтты, қыздарымыз түймесіз кетіп жатыр, әйелдеріміз ине жіпсіз кетіп жатыр деп. Сол ине жіп әйел үйде отырып, бәріне тоқып, көрмек тоқып, басқа тоқып, отанын тербетіп отыратын да. Қазір отан тербетпейді, көше кеткеннен кейін қайтып отан болады. Шаштарын жалбыратып жүр. Бәріне ақыл беретін, жол беретін аналарымыз. Ілгеріден кеп атқан бабаларымыздың, міне, бәйбіше деп қойған. Бәйбішенің жаңағы әйелінің бірінші әйелі денсаулық болмайды, перзент болмайды, одан екінші әйел алады. Сонда бәйбіше екінші әйел әпереді, соны перзент көру үшін. Сөйтіп соның бәрін сол бәйбіше басқарады. Не айтса соның айтқаны мақұл болады. Үшінші әйел алам десең, ол айтады, екі адамға бар, солар көнсе аласың, болмаса аламайсың. Сол екі әйел тыңламасаң, екеуі бір етке тығыз береді екі аяғын. Соларды тыңлап, қалғанын бәрін қарап асыраған, оны әйел қылмаған. Бұлайша әйел болғанмен, ауқатын, киімін, кешегін бәрін әке болып баққан соны. Сол үшін балдар жетім болмасын деген алады. Біз жетім қылмайтығын ол уақыт. Қазір қараспай кетті, қайтып өмір болады. Қайт күн көремей жатқандар көп қазір. Өзінің керек болса отанын тербете алмайды. Айлық болмаса ақшамыз қайдан тербетесін? Енді